Бест видео туған өлке. Сәлеметсіздер ме? Мен Сейтмахамбет Қорлан Дәулет қызы. Номер 6 мектеп гимназиясының 6 А сынып оқушысымын. Сіздерді өзімнің туған өлкем, яғни Жамбыл облысынан шыққан билермен, батырлармен, ақындармен, спорт жеңімпаздарымен таныстырмақпын. Облыстың атауы Қазақ және Кеңес ақыны Жамбыл Жабайұлының құрметіне орай қойылған. Алдарыңыздағы ескерткіш өмірмен де, шығармашылығымен де екі ғасырды тұтастырып жатқан қазақ халқының ақын, айтыскер, сазгер, жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың ескерткіші. Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанда Шапрашты руынан шыққан Жабай есімді көшпенді қазақтың отбасында дүниеге келген. Ол өзінің өлең жырларымен көптеген елдерге танылып, өзінің артынан баға жетпес мұра қалдырып кеткен. Жамбыл атамыз 1945 жылы 22 маусымда өзінің туған күніне 100 жасына бірнеше айлар қалған кезде өмірден озды. Төле би Әлбекұлы, би старшего жыза, государственный деятель, оратор, советник хана Тауке, родился на Жайлау в окрестности Жамбылской области. Төле би из рода Жанс племени Дулат, старшего жыза, был образованным человеком своего времени, владел искусством поэтического красноречия. С именем Төле би связываются многочисленные изречения, афоризмы и судебные решения. Жақсылық Үшкемпіров is the first Kazakh to win Olympic gold. The future Olympic champion was born on May 6, 1951 at the Chapar State Farm, Jambul region. The boy grew up in the country, spent a lot of time in nature, loved to swim in the local river Talas. The name of the champion is probably known to every Kazakh because he has become a national pride. Жақсылық Үшкемпіров glorified Kazakhstan. His memory will live on in the next generation. In spring, young people to conquer sport peaks. Ерхан Мұртаза 1932 жылы 28 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. Жазушының шын есімі Шері. Қазақтың айбарлы, қайратты, жыртқыш әні барысқа байланысты қойылған. Алғашқы кітабы 26 жасында құрылысшы Дәку деген атпен жарық көрді. Әкесі Мұртаза